Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жаппасай дайындайтын боламыз. Каналыма лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдымен шым-шым жылы суға 1 қасық қант және 1 қасық дрожжымызды салып, бетін жауып қойып қоямыз. 5-10 минутқа. 500 граммдай ұнымызға жаңағы дайындап қойған дрожж суымызды құйып, жақсылап біріктіріп илеп алатын боламыз. Біріктіріп илеп алған соң бетін жауып 1-2 сағатқа аштауға қойып қоямыз. Дайын болған тестамыз 2 есеге көтерілгенде алып шығып, жұқалап жазып дайындап қоямыз. Етімізді ұсақтап турап дайындап қоямыз. Қазанымызды қыздырып, майымызды салып, үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып араластырып алатын боламыз. Ұсақтап туралған пиязымызды үстіне салып, пиязымыз жұмсарғанша дайындап қуырып аламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. 3-4 түштік лауыр жапырағын саламыз. 1 шай қасық соя соусымызды құямыз. 1 шай қасық томатымызды саламыз. Картопымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып қуырып алған соң, бетін жапқанша су құямыз. Сәбіз және басқа да көкөністерді салуға болады. Суымыз қайнаған соң үстіне тестамызды саламыз. Жан-жақ шетін қазанның шетіне жапсырып, жауып, қазанымыздың қақпағын жауып қоямыз. Қатты оттан ақырын отқа қойып, 30 минуттай қоямыз. Тамағымыз пісті, бетіндегі тестамызды кесіп дайындап аламыз. Пісіп тұрған тестамызды астына саламыз. Сайымызға чесногымызды ұсақтап турап, араластырып аламыз. Иісі мен дәмін жақсы келтіреді. Пісіп тұрған жаппамыздың үстіне сайымызды салып аламыз. Тамағымыз дайын, ас болсын. Каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.